Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, маринады барлық құс еттеріне кете беретін, картоп қосылған духовкада пісетін үйректі дайындайтын боламыз. Ең алдымен құс етіміздің маринадына 2 ас қасық майонез, 2 ас қасық кетчуп және 2 ас қасық соя соусын қосамыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген 1 сарымсақ және де қалаған приправаңызды қосып, жақсылап араластырамыз. Етіңізді салқын суға жуып, осылайша қағазбен кептіріп аламыз. Менде үйректің еті. Етімізді маринадтауға дайын болған соусымызды еттің барлық жағына жағып шығамыз. Қолымыздың көмегімен қанаттардың астына, барлық жеріне етіміздің толықтай жағып шығамыз. Соусымыз жақ болған соң, етті тұздаймыз. Үстіне тұз сеуіп шығамыз. Етіміздің қасына картопымызды тураймыз. Барлық картопты осылайша үлкендеу етіп турап шығыңыз. Көкөністеріміз турап болған соң, приправа қосып тұздауды ұмытпаңыз. Духовкада пісіруге арналған арнайы пакетімізге етімізді саламыз, оның жан-жағына көкөністерімізді жайғастырамыз. Еттің ішкі бөліктеріне де көкөністерді салыңыз. Пакеттің жан-жағын байлаймыз және де 180 градуста 2 сағатқа пісіреміз. Духовкада пакетті көтеріле бастаған кезде етімізді шығарып, пакетін тесіп аламыз. Екі сағат өткен соң, біздің етіміз дайын. Пакетінен ажыратып, ыдысымызға саламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Бұл маринадты тек үйрек етіне ғана емес, сонымен қатар тауық, қаз еттеріне де пайдалансаңыз болады. Менің рецептіммен жасап көріңіз, еті өте жұмсақ болып шығады, дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.